Мен сіздермен бүгін бір жаңа ашылып жұмыс істеп жатқан отандық, қазақстандық бір желі маркетинг желісімен жүйесімен жұмыс істеп жатқан компания туралы әңгіме етпекпін. Бұл компания City Smart Club деп аталады. Халықаралық компания екен. Ашылып жұмыс істеп жатқанына көп болмаған. Бұл компанияның көрсететін қызметі қазіргі кезде сұранысқа өте жоғары сұранысқа ие болып отырған, барған сайын сұраныс көбейіп бара жатқан сала бұл электрондық қызмет. Мысалы біз бәрімізде, көпшілігімізде, бәрімізде деп айтуға болады, смартфондарымыз бар, интернетке қосылған, InDriver дегенді пайдаланамыз, басқа нәрселерді пайдаланамыз, Яндекс Такси дегенді пайдаланамыз, басқа да электрондық қызметтерді пайдаланып жатамыз. Оның бәрін бізге мүмкін етіп отырған шетелдік сервистер, компаниялар. Солардың қосымшалары, сайттары бар, қосымша арқылы. Сондай арқылы бізге ұсынып, сол қызметтерді қолжетімді етіп отыр. Бәрі шетелдік компаниялар. Және оған сұраныс өте жоғары. Барған сайын сұраныс көбейіп бара жатыр. Міне осы жағдайда біздің отандық компанияның ашылып, жай компания емес, халықаралық компания қазір әлемнің 8 елінде жұмыс істеп жатыр екен. Сондай компанияның ашылып жұмыс істеп жатқаны біз үшін үлкен қуанышты. Және бұл компания желі маркетинг жүйесімен жұмыс істеп жатыр екен. Не айтқанда, көп адамдарға, мыңдаған, 10 мыңдаған адамдарға табыс табуына мүмкіндік жасайды. Өз басым бір жылдай айналысып келе жатырмын. Желі маркетингпен 2 компаниямен жұмыс істеймін. Сонда көзім жеткені, бұл желі маркетингпен жұмыс істеп, дұрыс жұмыс істеген адам жақсы ақша табуына болады. Бұл өте сенімді. Басқа жаңағы интернет жобалар сияқты емес. Бұған деген сұраныс өте жоғары. Сіз өзіңіз жолын тауып жұмыс істей алсаңыз, өзіңіздің командаңызды құрып, адамдарды шақырып, осы дұрыс жұмысты жолға қоя алсаңыз, 2 жыл, 3 жылдың ішінде өте жоғары табысқа қол жеткізе аласыз. Ол сіздің бүкіл өміріңізді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Содан кейін ең бастысы желі маркетинг компанияларын таңдағанда алдыменен сұранысқа ие, жоғары сұранысқа ие және жаңадан ашылып жатқан сенімді компаниялар болса, соған кіріп кетсеңіз, бірден мысалы сіз көтеріліп кетесіз. Егер сіз бұл компания енді 2-3 жылдан кейін өзінің сайтын танымал етіп, көп адамдарды шақырып белгілі болып қалған кезде, ол кезде нарық деген, рынок деген толады. Сол кезде сіз бұл компанияға кіргеніңізбен жақсы ақша тауып, бәсекелестікке қабілетті болып, сол компанияда орнығып алған лидерлерді ығыстырып, сондай жетістікке жетуіңіз екіталай болады. Қазір ашылып жатқан, жаңадан жұмыс істеп жатқан компанияға кіріп кетсеңіз, мысалы, сізде мүмкіндік мол. Сондықтан да ойлаймын, қазіргі кезде мінекей отандық компания, бір жағы өзіміздің отандық компания болғандықтан қолдау керек. Шетелдік компанияларға кіріп, бәріміз солардың шашбауын көтеріп жүріп жатырмыз. Енді отандық жаңағы алғаш ашылып отырған осындай жақсы мүмкіндік жасап отырған компания болғандықтан бұған қолдау білгендерген дұрыс деп ойлаймын өзім. Мен осы компанияны туралы естігеннен кейін бірден жаңағы тұсаукесер туралы, маркетингтік жоспар туралы бірнеше видеоларды көргеннен кейін бірден шешім қабылдап, тіркеліп, 4 түрлі пакет бар екен ұсынып отырған, соның төменгі старт деп аталатын пакетін сатып алдым. 15 мың теңге бар болғаны. 15 мың теңге. Ақшаны, мысалы, Kiwi кошелек арқылы аударуға болады, немесе жай карточкаңызбен аударуға болады. Сіз кез келген адамда қазір карточка бар, виза карточка деген. Онда жаңағы Халық банктың, немесе Центркредит банк, Сбербанктың карточкалары бар, бәріміз жалақыны сонымен алып жүрміз. Сонда ақшаңыз болса, сонымен бірден ақшаңызды аударып, пакетті сатып алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бір-ақ рет төлейсіз, оның жеңілдіктері өте көп. Өйткені
компания ұсынып отырған қосымшалар арқылы көп қызмет көрсетеді. Такси қызметінде көрсетеді бұлар, индрайвер, жаңағы дәрігерге көріну, мысалы консультациясын алу электрондық негізде, басқа да сол электрондық қызметтердің бәрін компания өзінің сайты арқылы көрсетеді. Сол арқылы олардың жаңа қызмет ауқымы уақыт өткен сайын кеңейе береді, көбейе береді. Солардың бәрінен сіз түскен табыстың бір бөлігін сіз алып отырасыз. Ешкімді шақырмасаңыз да алып отырасыз. Сіз бір рет төлеп компанияға мүше болып болғаннан кейін, пакет сатып алғаннан кейін, сіздің есеп шотыңызға сол тамшылап түсіп отырады. Компанияның табысы көбейген сайын сіздің де табысыңыз көбейіп түсіп отырады. Және сонымен бірге сіз жаңағы компания ұсынған қызметтерді жеңілдікпен пайдалануыңызға мүмкіндігіңіз бар екен. Сондықтан мынау менің кабинетім, жеке кабинетім. Мынау реферальный ссылка дейді. Осы ссылка бойынша шақырған әрбір адам менің рефералым болып табылады. Және сол әрбір адам үшін мен белгілі бір деңгейде 15%, бірінші деңгейде 15% екен, содан кейін 5%, 2%, 1%, жарты пайызға дейін төмендейді. 15 деңгейлі. Яғни айтқанда сіз шақырған адамдарының шақырған адамы, яғни айтқанда 15-ші деңгейге дейін сіздің рефералыңыз болып саналады. Солардан сіз табыс тауып отырасыз. Бұл өте жақсы маркетингтік жоспар. Көптеген компаниялар ұсынып жатады 5, ары кетсе 10 деңгей ғана. Одан артыққа бармайды. 15 деңгей деген бұл өте жақсы. Сондықтан да мен сізге айтар едім, отандық компанияға қолдау көрсетіп, бір жағы, екінші жағы біз бұның болашағы өте зор компания. Қазір жаңадан ашылып жатқан кезде тіркеліп, старт пакетті осындай мен сияқты сатып алып қойсаңыз, сіздің көп жеңілдіктері бар. Сіз ұтып шығасыз. 15 мың теңге деген қайда қалмай жатыр. Анда да мұнда да кетіп қалады. Қалай кеткенін білмей де қаласыз. Мынау деген бұл инвестициялық жоба. Саласыз, оны қайтарымы жүздеген мыңдаған есе болып ертең қайтады. Сондықтан да мен сіздерді осы компанияға қолдау білдіріп кіруге шақырар едім. Қазір жаңа ашылып жатқан кезде кірсеңіздер, мүмкіндіктеріңіз мол болады. Кейін ертең мысалы көп жаңағы халыққа белгілі болып қалғаннан кейін бәсекелестік өте жоғары болады. Ол кезде жаңағы орнығып алған лидерлерді ығыстыру сізде өте қиын болады, мүмкін болмай қалады. Сондықтан да алғаш кезде, осы ашылып жатқан кезде кіріп кетсең, мүмкіндік мол. Осы видеоның астында тіркелу сілтемесі бар. Тіркелу сілтемесі арқылы сіз тіркелуіңізге болады. Мысалы, мынау референс ссылка дейді. Мен сізге қазір басып көрсетейін. Мынадай бет ашылады. Мына жерде менің аты жөнім жазылып отырады. Мінекей осы жерде мысалы 3 қадамды жаңағы тіркелу жүзеге асыруға болады. Регистрация дегенді басасыз. Содан кейін спонсор аты жазылып отырады. Продукты дегенге мысалы 4 түрлі продукты бар. Старт пакет дегенді қосаңыз да болады. Далее дегенді басып, мысалы сосын мына жерде пароліңізді жазасыз, аты жөніңізді жазасыз, туған жылыңыз, қай елде тұрасыз, облыс, бәрін соны жазасыз. Содан кейін картаңыздың атын, карточканың нөмірін жазуға болады мына жерге. Сөйтіп, я принимаю условия дегенді басып, мынаны бассаңыз, сол бет ашылады, содан кейін төлейсіз ақшасын. Ақшасын төлеуде қиындық жоқ. Бұған жаңағы карточка арқылы, виза карточка арқылы сіздің ақшаңызды оп-оңай ұстап қалады. 15 мың теңге. Содан кейін осындай мынадай жеке кабинет аласыз. Осы кабинеттен арқылы сосын адамдарды шақыруыңызға болады. Мұнда көп қызметтер бар екен. Мынадайда кабинетте мысалы тапқан ақшаңызды шығарып алып кетуге оңай өте. Егер сізге бір қызықтыратын болса, бұл компания осы төмендегі сілтеме арқылы тіркеліңіз. Және мен төмендегі сілтеме арқылы менің сайтыма кіріп, менің жеке өзіңізге хабарласуыңызға